Арксинус функциясына есептер шығару. Біз білетіндей, арксинус дегеннің өзі, ол бізде арксинус дегеннің өзі синус функциясына кері функция екенін білеміз. Яғни x тең арксинус y дегеніміз ол y тең синус x, x минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген аралықта анықталады. Бірінші есеп арксинус 2-ден 1 мәні қаншаға тең? Бұны білу үшін бірінші анықтаманы қолданамыз. Жазып аламыз. X тең анықтама бойынша арксинус 2-ден 1. Анықтама айтады онда дейді. Онда y тең. Y дегеніміз қараңыз. Біздің y-іміз қазіргі алып отырған мына 2-ден 1 деген санымыз. 2-ден 1 тең синус x-қа. Онда айтасыз. X-тің қандай мәнінде 2-ден 1-ге тең болады? Біз білеміз оны, 60 градуста тең болады. Жоқ. 30 градуста тең болады. 150 градуста тең болады. 390 градуста тең болады. Осылардың барлық мәнін қабылдайды. Бірақ біз білеміз, анықтама бойынша ол айтады x минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 аралығында дейді. Онда біздегі жалғыз ғана вариант бізде ол 30 градуста. Сонда x-іміз қанша болады екен? 30 градус. 30 градус деген ол пи бөлінген 6-да. Сонда пи бөлінген 6-дағы мәні 2-ден 1-ге тең болады екен. Келесі есеп. Арксинус минус 2 түбір астында 3 дейді. Осыны анықтаңыз. Анықтаманы жазып алайын. Анықтаманы былай болды, қайтадан жазып қояйын анықтаманы. X былай болды. X арксинус y болғанда дейді. Онда y тең арксинус синус x болды. Және x анықталады минус пи бөлінген 2 мен пи бөлінген 2 аралығында. Осы анықтама бойынша осы есеп қайтадан шығарайын. Онда не болады? X жазып отырайын. X дегеніміз белгісі арксинус минус 2 түбір астында 3-ке тең. Енді жазып аламын. Минус 2 түбір астында 3 синустың қандай мәнінде болады дейді. Енді ойланып көрсек, синус бізде жоқ функция ма, тақ функция ма? Әрине, синус бізде ол тақ функция. Минус синус x шығатын еді. Онда біз айтамыз. X-тің қандай мәнінде минус пи 2 түбір астында 3-ке тең болады? Ол әрине минус пи бөлінген 6-да, Сонда жауабы минус пи бөлінген 6. Өйткені пи бөлінген 6-ны қойсаңыз, минус синус минус пи бөлінген 6-ны қойсаңыз, бұда минус синус пи бөлінген 6 шығады. Ода минус 2 түбір астында 3 болады. Тағы есеп шығарып көрейік. Келесі есебіміз косинус арксинус 1 деген мәні неге тең дейді. Бірінші функцияның ішіндегі өрнекке мұқият қарайсыздар. Арксинус 1-ге тең. Бұл арксинус 1-ге тең. Жазып аламын. X тең арксинус 1-ге тең. Яғни мынаны былай ойлаймыз. Косинус x деп ойлаймыз. Ал x деген осы тұрған мән. Енді екі жағы мен айтамын. Бұнда жазып аламын. Y дегеніміз 1 тең синус x болады. Онда синус x қай мәнде 1-ге тең болушы еді? Ол бізде 90 градус, 90 градус. Сонда x-ің орнында 90 тұрар екен. 90 дегеніміз, сонда косинус 90 градустағы мәні ол 0-ге, косинус 90 градустағы мәні ол 0-ге тең. Онда косинус арксинус 1 деген өрнектің мәні 0-ге тең болады екен.